Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен бүгін Бибайша, сіздермен мохито жасайтын боламыз. Ыстық күндерде мұздай салқын қылып ішсеңіздер өте дәмді. Ал бисмиллах деп бастайық. Бізге лимон, жалбыз, осындай сироп керек болады. Мен сарыағаштың газдалған суын қостым. Сіздер спрайт қоссаңыздар да болады. Бір лимонны жартысын осылай алып қаламыз да, жартысын сыртын ашып алатын боламыз лимонымыздың. Осылай сыртынан тазалап, қабығын ажыратып алатын боламыз. Қабығынан ажыратпай салсаңыздар да болады. Мен мұны алып тастаймын. Ортасынан бөліп дайындап алатын боламыз да. Енді мохитомызды жасайтын боламыз. Бірінші мятамызды, жуылған, тазаланған мятамызды алып, салып жіберетін боламыз. Оның үстіне жаңағы 2 тілемін лимон. Одан кейін осындай сиропымызды қосатын боламыз. Оның үстіне сарыағаштың газдалған суын, мұздай су болады менде, барлығын қосатын боламыз. Сіздер бұның орнына спрайт қоссаңыздар да болады. Мен осы сарыағаш суымен жасап көрейін дедім. Мінекей барлығын құйып алып, дайындап қоямыз. Одан кейін барлығын бір-біріне араластыратын боламыз. Мінекей өте әдемі болып шығып жатыр біздің сусынымыз. Енді жаңағы стаканымызды дайындап алатын боламыз да, бетін жауып, жаңағы мұз қостым мен мына жерде. Осы мұздың үстінен суымыз, салқын суымызды құятын боламыз. Өте әдемі, сәндеп, туысқандарыңызға, балдарыңызға ұсынсаңыздар өте дәмді болып шығады. Мінекей біздің мохитомыз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Кеңес беремін. Ыстық күндерде салқын сулардан ішсеңіздер болады. Сіздермен болған Бибайша. Келесі кездескенше сау болыңыздар.